Барлықтарыңызға сәлем, сендермен бірге мен Назерке. Бүгінгі видео бізде біз мені бояндыратын боламыз. Мен өзімді бояндыратын болам, яғни сіздерге өзімді, яғни ежедневный макияж дейміз ғой, менің күнделікті макияжымды бүгін сіздермен бірге боянатын боламыз. Енді бүгін мен сіздерге өзімнің қалай боянатынымды, қандай техникалар қолданатынымды бүгін сіздерге көрсететін боламын. Бояна алмай жүрген қыздар осы видеоны қарасаңыздар болады. Ендеше видеомызды бастайық. Бұл видео бояна алмай жүрген қыздарға өте үлкен пайдасын тигізеді. Ал осы видео қызықты болса соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып, комментарияға осы видеодан кейін қандай видео салам өз ойларыңызбен бөлісіп, ендеше сол өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Менің осы алдыңғы видеомда комментарий ашып қойған болатынмын. Менде кішкене техникалық ақаулардың болуына байланысты менде қосылмай жүр, яғни комментарияға көп адамдар пікірлерін жаза алмай қалады. Яғни менің осы видеома көбісі комментарий жаза алмай қалған екен. Менің инстаграмдағы директіме немесе ватсаптағы чатыма жазып жатыр: сенің видеоңа комментария жазайын десем жазылмайды, сен сөндіріп тастағансың деген сияқты қылып әңгіме айтқан болатын. Мен сөндірген жоқпын. Бұл яғни монтаждағанда бір қате болған, соның кесірінен сіздер комментария жаза алмай отырсыздар. Ендеше бұл видео қызық болса соңына дейін бастайық. Достар, енді осы видеодан ешқандай монтажсыз болады. Монтаж болады, әрине, любой видеода монтаж болады ғой, бірақ осы жолы ешқандай бүйтіп бөліп істемейміз. Бәрін шынайы жасайтын боламыз. Ендеше видеоны бастайық. Ең алдымен шашымды жинап алайын. Шашымды жинап алуым керек, потому что мен видеолардың басында айтқан болатын. Видеоларды айтқан жалпы видеоларды айттым, менің терім қатты деп. Мен терлегенде қатты терлеймін айтқан болатын. Мынау бітіп жатыр, бірақ түрін көрсетуге алып қойдым. Осындай кушон, көрініп тұр ма? Осындай кушон. Мынау біткен, біткен негізінде. Бірақ мен мына кушонды қолданамын. Осының екіншісі запасной. Ашайық. Осындай, давай қолданайық. Маған айна керек. Мен өзімнің айнам бар. Ақтам. Так, қолданайық. Так, осылай. Мынау да бітіп отқан сияқты. Маған осы жазға BB крем сондай алу керек. Тоналка осы жазда болмайды маған, потому что тоналка деген жазда деген не очень ғой. Кейбір қыздар бар енді жазда қолданады тоналка. Мен тоналканы жазда қолдануға кеңес бермеймін. Ето мен сияқты тері қатты қатындарға вообще кеңес бермеймін тоналкаға. Достар, мен отырған жерінің орнын ауыстырдым, өйткені ана жақта жел жоқ, мына жақта кондер қосылып тұр. Сондықтан кондердің астында отырып сіздермен бірге боянайын дедім. Сосын менде ана жақтан музыка тұруын көрсетуге болмайды, мына штативті тіреп тұр. Ендеше боянайық. Ой. Сіздер боянайық. Менде осындай айна, мен айнам сындырып тастады, сондықтан осы айнамен қосылдым. Музыка бақыт кетті. Не олды? Үстіне қоямыз. Мына бақырып жатырынан құлай жатады. Осындай пуш керек, пушты қолданамыз.
көтереміз. Енді бұл қасты біз бояймыз. Яғни мен кеше сатып алдым қас бояйтын. Сіздерге көрсетейін. Достар, қасымызды осылай көтеріп аламыз. Енді қасымызды бояйтын боламыз. Кеше сатып алған тендермен бояйтын боламыз. Осылай тендер. Қазір сіздерге ашып бірге боянамыз. Бәрімен бірге боянамыз. Қазір мен өзекілер болып тұрмын. Енді бұны мен дұрыстаймын. Короче, истіп бояймыз. Күшті болып тұрды. Маған да бер түсініп тұрма, не мынау? Қасқа достар, мен маған да бер боянып отырмын, түсірмей тұрма, не сонда мені? Или мен как көрмей тұрмын ба? Блин, достар, еңбегім кетті далаға. Ал достар, мен консилермен көзімді бояйын деп жатырмын. Сразу отдаваемся. Қасын чат қылып тұр. Ағасын кішкене жұқа қылу керек, потому что қалың болып тұр. Өйстіп бояймыз. Короче, достар, осылай. Достар, сендерге не әңгіме айтайын? Не туралы әңгіме айтсақ болады? Айтыңдар. Достар, короче, мен сіздерге өзімнің прикол бір оқиғамен бөлісейін. Иттен қашқан оқиғам. Оны еске салмау керек етіңізден. Мен қорқам иттен. Мені көпсі біледі, мен иттен қорқамын. Енді көпсі айтсам, неге иттен қорқасың деп. Мен ол оқиғаны айтпаймын ешкімге, потому что ол менің өзімнің семьяның арасында қалған, өзімнің арамда қалған, көршімнің арасында қалған әңгіме. Короче, ал бастайық. Ол әңгімені де айтпағалы негізі біраз болды. Бұл әңгіме, короче, ол то есть иттен қашқан оқиғам былай басталады менің. Біз деген, короче, мен әже екеуміз далаға шығамыз. Таңертең далаға шығатын болып жүрміз ғой. Далаға шығамыз, далаға шыққан күні бізде мынандай болады. Қазір айтам. Далаға шыққан күні мен әжеге айтам, әже дүкенге барайықшы, пожалуйста деймін. Әже айтады, қойшы, мен бармаймын, ақшам жоқ. Ойбай, ақшам жоқ деппін ғой. Ақшам үйде, мен барғым келмейді, түсіме айттым. Әже, мен сенің ақшаңды үйге өзім алып келем. Жоқ, сен білмейсің қайда тұрған анам-мынау деп айқайлат енді, типа сөйлетті сөйтіп. Сосын мен әжеге айттым, дедім да, сосын әжеге типа ренжіп қалдым да, ана жақта отырдым, үйдің дәл алдында. Бізде труба бар, трубаның астында отырдым мен. Бүйтіп басын еңкейтіп алғам, дым көріп тұрған жоқпын, басын еңкейтіп алғам. Құмдарды бүйтіп нен қылып не салып жатырмын да, сөйтіп салып отыр едім. Біреудің көлеңкесі көрінді, мен әже деп ойлап, әже деп қарасам, мына жағымда, мынандай жағымда ит тұр ғой. Жаман қорқам, ит ол кезде құтақандайым, 4-тен ба 5-тен ба сондайым. Иттен деген үйге дейін жүгіріп қашып, анау деген мына жағыма секірді ғой, дәл осы жеріме секірді бүйтіп. Осын бізге қарама-қарсы көршінің апаның келіні, короче, мені типа құтқарды иттен. Итке кет деді, соны ит кетіп қалды. Мен тупой кет деп айтпай тұрмын ғанаға, мен үйге қарай жүгіріп бардым. Анау бала ғой, енді құрсын, бала ит қой жүгіреді ғой, мен типа мені ойнасын деп айтып жатыр деген секілді жүгіріп келе жатырмын. Мен деген қорқып, енді ол кезде бұғаусыз деген жоқ қой, енді құтақандаймын ғой.
сөйлей алмаймын. Ол кезде мен вообще тұйық болдым. Сосын сөйтіп жүгірдім үйге, анау деген үстіме секіріп сөйтіп прикол болған. Содан кейін иттен травма қалды. Негізі мен осыны қолданамын, мен атын жаттай алмай жүрмін. Steps деген бар ғой, короче, осыны ашамыз. Маған осы керек болады дегенде кеттік. Так, маған новый кешкамды ашатын боламын. Новый кешкан алдым, но көзге что-то ыңғайлы, я ыңғайлы екен. Енді көзімізді мына цветте бояймыз. Вот, енді бояқ. Мне көзіме кішкене цветін беріп жатыр. Осылай. Міне осылай жапсырасыздар. Кірпік жапсырып болған сосын шығамын. Міне кірпігімді жапсырып болдым. Енді мен контурик сызатын боламын. Мен контурикті бірінші рет сызайын деп тұрмын. Ендеше кеттік. Осылай жасайсыздар, короче. Короче, мен ерінді бояп болдым. Уже полный менде бітті. Көзімді мында қара түсте боядым. Ерінді де боядым. Мен еріме тиын жаққан жоқпын. Короче, осыны қолдандым. Сосын сыртына жаңағы бір помаданы қолдандым. Оны көрсетуге болмайды. Достар, менде осындай макияж болды. Сіздерге осы макияж ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ал достар, осымен видео аяқталды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Всем пока.